Саламатсыздар ма, аялы ханымдар? Есімім Жанаргүл болады. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сәбилерге арналған пинетки тоқып үйренеміз. Мен мына жерде бірнеше түрін тоқып қойдым. Мынау мысалы 6 айлық баладан где-то 6-9 айлық балаға дейін кигізуге болады. 9 айлық балаға кигізуге болады. Мынау одан да кішкене үлкендеу. Мынау одан да үлкен. Ал мынау где-то 2 жастағы қыздарға кигізуге болатын пинетки. Енді осының тоқылу жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Мыналар қазірше былай жинап қоя тұрайын. Ол үшін бізге керекті заттар мынандай жіп, 2 ши, мынау полоскасына, одан кейін міндетті түрде қайшы мен ілмек бізіміз. Жіпті мынандай жіптен бастасаңыз болады. Балаларға арналған мынандай жұмсақ, өте акрил, 100 грамм 400 метр. Осы жіптен бастасаңыздар болады. Негізгі жұмысымыз былай болып шығады. Мен бір парын осылай тоқып қойдым. Қазір сіздерге екінші парын қалай тоқылу жолын көрсететін боламын. Жұмыс осылай басталады. Қазірше мына жаққа ала тұрайын. Енді біз шиімізге 22 жіп іліп аламыз. 2 шиді қосып отырып 22 жіп іліп аламыз. Сонда кішкене бостау болады. Жұмысымызды бастаймыз. 22 жіп бастайсыздар. Оң тоқисыз. Қай жағынан болса да оң тоқисыз. Бірінші жіпті іліп аламыз. 22 жіпті полностью басынан аяғына дейін оң тоқып шығамыз. Келесі жағынан да солай. Еш өзгеріссіз оң тоқып шығамыз. Соңғы жіпті теріс қарай тоқсаңыздар, шеті созылмайтын болады. Мынандай оң болып түсу керек мына жақтан. Мына жерде оң, барлығы оң, 4 қатар көк тоқимыз, 4 қатар жасыл, теріс тоқимыз. Тағы да 4 қатар көк, жасыл, осылайынан 5 жасыл полоска, 5 көк полоска тоқып шығамыз. Тағы бір рет көрсетейін. Мынаны оңып тоқып аламыз осы көкті бер жағынан. Ар жағына барған кезде теріс тоқимыз, ол бер жаққа оң болып түседі. Мынаны енді екінші қатарына теріс тоқи берсеңіздер болады. Мына жақта теріс тоқылады, ар жаққа оң болып түсу үшін. Төрт қатар болды. Енді жасыл жіп. Жасыл жіптің бұл жақта бірінші қатарын оң тоқып аласыздар. Теріс тоқсаңыздар, көк жіппен араласып, бір түрлі болып көрініп қалады. Сондықтан мынаны оң тоқып аласыздар бірінші қатарын. Ар жаққа барғанда оң тоқисыз, ол бер жаққа теріс болып түседі.
ары қарай оң тоқимыз енді. Ар жаққа оң болып түседі. Ой, теріс болып түседі. Бер жақтан оң тоқығанымыз ар жағына теріс болып түседі. Түсінікті болсын деп қайта-қайта айтып жатырмын. Міне. Осылай болып теріс полоска түседі. Енді көктен 5 қатар, жасылдан 5 қатар тоқып шығамыз. Мына осылайша жұмысымызды екіншісін тоқып алдық. Мына жіпті артық қалдырғаным, мына жерді бұлай қосып тігетін боламыз қазір. Мұны бұлай тігеміз, мына жерді қосып. Осылай тігіп шығасыздар. Сосын мынаны бұлай ұстап отырып, мына әр полосканы өзімен өзіне келтіріп отырып, бүйтіп бұлайынан тігіп аласыздар. Бұлайынан. Артық жіпті сол үшін қалдырдым. Осыларды өстіп тігіп шығыңыздар. Мына осылай. Алдымен мына жағын, мына жерді, содан кейін мынаны бүйтіп отырып, мынаны осыны ілмек бізбен тігіп шығасыздар осылай. Қайырамыз. Енді мына алдыңғы бөлігін қазір бұлай жинаймыз, бұлай жіппен бүйтіп бүріп жинаймыз. Қазір екіншісінде көрсетейін. Осыны қазір ілмек бізбен бұлай жібін осылай шығарамыз. Досын бүйтіп тартсаңыздар, мынау бүйтіп жиналады. Некеңіздер. Ортаға осылай жиналады. Қаттырақ осылай тартасыздар. Келесісін тоже. Міне, осылай тартсаңыздар, бұлай жиналып қалады. Енді мына жерге мен 2 шашақ дайындап қойдым. Мына 3 саусағыма бұлай ораймын да жіпті. Белінен бұлай байлап, 2 шетін бірдей қылып кесіп алам. Сөйтемдағы енді осыны мына жерге қондырасыздар. Жіппен тіксеңіз де болады, или байласаңыз да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай осылай жасайсыз. Өстіп мен мысалы бүйтіп байлап қоямын. Или қазір ине жіппен тігіп, бұлайынан ине жіппен тігем. Сосын тағы көрсететін болады. Мінекеңіздер, тағы бір бөпеміздің пинеткасы дайын. Мынаны ине жіппен қондырсаңыздар да болады. Болмаса жаңағындай жіппен 2 жағынан тартып отырып, байлап та қондыруға болады. Үйреткен бұйымым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.